Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді, баялдыдан керемет салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен баклажанымызды жуып тазалап аламыз. Содан соң оны осылай үлкен қалың көбіктерге, яғни 4 бұрышты қылып турап алатын боламыз. Содан соң оның үстіне жүгері крахмалын 2 ас қасық қосамыз. Содан соң оны жақсылап араластыратын боламыз. Яғни крахмалы баялдымыздың барлық жеріне жетіп сіңуі қажет. Өйткені ол жүгері крахмалы баялдымыздың, яғни баклажанымыздың ашшылығын өзіне сіңіріп алатын болады. Сол үшін жақсылап араластырып алатын боламыз да бір жерге бөлек қойып қоямыз. Келесі мына жерде жаңағы болгар бұрыштарымызды аламыз. Бір жасылын, бір қызылын аламыз. Оның да керек емес жерін алып тастап, осылай ортасынан бөліп, осылай үлкендеу қылып, көбік сияқты қылып бөліп шығатын боламыз. Келесі осы жасыл бұрышымызды аламыз. Оның да керек емес жерлерін алып тастап, осылай ортасынан бір бөлеміз, және де осылай жан жағынан қияңқы етіп кесіп алатын боламыз да салатымызға, басқа тәрелкемізге қоятын боламыз. Ендігі жерде жуа, яғни пиязымызды аламыз. Оны да осылай үлкен 4 бұрышты етіп тураймыз да, осылай ортасынан пияздарымызды ашып бөліп тастайтын боламыз. Салатымыз піскен кезде ол шашырап әдемі болып шығу үшін осылай ашып тастайтын боламыз. Енді мына жерде сарымсақ, яғни чесногымызды осылай кішкентай етіп, көбік етіп турап алатын боламыз. Сарымсақ және де аскөкті де турап алатын боламыз. Мінекей барлығын осылай турап аламыз. Енді тапамызды қыздырып аламыз да сұйық майымызды құятын боламыз. Сұйық майымыз әбден қызғаннан кейін оның үстіне баялдыларымызды салып, жақсылап араластырып тұратын боламыз. Міндетті түрде осылай қуырып алатын боламыз. Қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Содан соң оны бөлек ыдысқа майлық төсеп осылай алып алатын боламыз. Яғни оның майын сіңіріп алу үшін. Содан соң мына жерде сарымсағымызды қосамыз, пиязымызды жақсылап бірінші қуырып аламыз. Содан кейін болгар бұрыштарын саламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте олар кішкене пісер кезде баялдымыз саламыз, және де соя соусын қосып 2 ас қасық және де аскөгімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Тағы да бір 5-10 минуттай отымызда ұстап пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Баклажан қосылған өте дәмді салат, және де оның бетіне әсемдік ретінде мен күнжутты қосатын боламын. Бұл салаттың дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.